Ассаламу алейкум достар. Бүгін біз сіздермен кабачкидан осындай ерекше әдемі рулет жасап үйренетін боламыз. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз кабачкиді осылай үкіштен өткізіп, шым-шым тұз қосып, қолымызбен жақсылап езіп, сөлін бөліп аламыз. Содан кейін жұмыртқамызды жарып, үстіне тұз, қара бұрыш және ұнды 3 ас қасық ұн қосып, жақсылап араластырамыз. Түйір болмау керек, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Содан кейін кабачкиімізді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Осылай дайын болған массаны противенге қойып, пергамент қағаздарыңыз астын майла жүрсеңіздер болады, жабыспас үшін. Духовкаға 20-25 минутқа жібереміз. Содан кейін начинкасына мен сыр, кішкене чеснок және де 3 ас қасық майонез қостым. Енді қызанағымызды және қиярымызды жіңішкетіп турап аламыз дайындап. Содан кейін дайын болған рулетті жақсылап суытып, массамызды үстіне бір тегіс қылып жапшамыз. Одан кейін үстіне қызанақ қиярымызды орналастырамыз. Содан кейін осылай ақырын рулетті ораймыз. Ораған рулетті пищевой пленкаға орап, түнге холодильникке қалдырыңыздар. Одан кейін осылай ірі етіп тураңыздар. Баршаңызға аз болсын, осындай дәмді, жеңіл, холодный ретінде самса, чебуректермен бірге қойсаңыздар да өте жақсы үйлеседі. Дастарханыңызды ашады. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Баршаңызға аз болсын.